Тігушілік. Әзелден халқымыздың хаял қызларының қан-қанына сіңіп кеткен кәсіпкардың бірі. Бұл талаппенен хаял қызлар қатарында ер азаматларымыз да шұғыланып жатыр. Олардың бірі пайтақтымыздағы Шайырлар ауылы Мәкәм Қаралар жиынының тұрғыны Есенгелді Зарипов. Есенгелді, бұл кәсіпті таңлауыңызға не нәрсе себеп болған? Анам тігінші еді, бірақ ертелікте қайтыс болып кетті. Ізін, давамын өзім алып кеттім. Кітаплары, жазбалары бар еді, соны қарап, мен кішкентай едім. 8 класс уақытымнан бастап сол тігіншілікті үйреніп, кітаптан анамның кәсібін давамлап кеттім. Бірақ өзім ауыр жұмысқа жарамағаннан кейін осы кәсіпті таңладым. Ең дәслепкі тіккен нәрсеңіз? Ең дәслепкі тіккен бірінші шалбардың қалтасын тіктім. Ұстазым болмағаннан кейін үйде бір телевизор алдық та, телевизордың коробкасын тастамай қиынды тастайман деп қойып едім. Қалта тіктім. Бір он тіктім, ұнаған жоқ. 2 он тіктім, ұнаған жоқ. Бір күн телевизор коробкам толды қалтаға. Сондан кейін барып өзгеріп басылады. Сөйтіп бір санап көрейін десем 200 қалта тігіппен. Содан бері қызыққам, сол бірінші ерлер шалбарын тіктім. Ажапамыз екеуміз күніге 20 шалбар шығаратын ек. Демек, анаңыз міне сіздің көз алдыңызда тігушілікпенен шұғыланған, һәм бұл кәсіпкер сізге анаңыздан мирас болып қалған екен. Енді дәслеп ер балалар үшін киім тіккенсіз, ал хаял қызлар киімдерін де тігіп көргенсіз бе? Хаял қызлар киімдерін тіктім. Бір цехқа кірдім, киім тігу цехына. Сөйле Шерін деген қыз бар еді, өрнектің. Сол қиып беретін еді, күніге 5 көйлектен адам басына. 5 көйлек жинап беретін ек. Бірақ сонда қиюды үйренбеппіз та. Бірақ тігеміз. Енді және бір сұрау қызықтырады. Міне өмірлік жолдасыңыз, үйде сол перзентлеріңіз, қызларыңыз бар. Олар үшін да көйлеклер тігіп берсеңіз керек. 3 қызым бар, 1 ұлым бар. Енді балама енді ерлер шалбарын, көйлегін, курткасын, әмезатын тігіп бере беремін. Қызыма келгенде бірақ сол базарға барып қидыртып, өзім жинап беремін. Қызларыма тігіп беремін. Міне қазір сәубетіңіз барысында айттыңыз, анық бір ұстазым болмады, анамның ұслап тұтқан бұйымлары, тігу машиналары һәм оның кітаплары, ондағы үлгілер арқылы бұл кәсіпкәрді үйренген екенсіз. Енді міне сіз де бүгінгі күнде міне осы тігушілікпенен шұғыланатын көпшілік ер балалардың ұстазы екенсіз. Шәкіртлеріңіз hakkında да айтсаңыз, олардың табыстары? Оннан көп шәкірт шығардым. Шәкіртлерім цехлары ашып, біреулер цехта істеп атыпты, үлкен цехларды ашып, жақсы жұмыслар жақсы айтып, арасында барып көріп тұрамыз, талап оңынан келсін деп. Енді Есенгелді, менің аңлауымша, енді ер адамлардың киімлерін тігу, хаял қызлардың киімдеріне қарағанда құрамалырақ болады екен. Бұған сіздің пікіріңіз? Енді ер адамның киімі майда болады да. Хаял қызлардың киімі аңсатылау ер адамның киімінен. Ер адамдікінде шығынам көп, жұмысам көп, майда. Мына үстіндегі киімім сол ярым күн, 1 күн кетті десем болады. Ерлер киімдерін тіккенде сол майда деталарына да ітібар беру керек. Мәселен, қалтасы бар, өлшемлері, о қалта қайерден түсу керек, сәдеплерінен таңлайсаң, адамның жүзіне түсетін кезлемелерді аламыз. Есенгелді, таңлаған кәсібіңізден камал тауып отырған инсаллардың бірі деп, сізде инсалларға тариф берсек арзиді, үйренген өнеріңізді еле келешек давамшыларына, жастарға да үйретесіз деген үміттеміз. Негізінде киім таңлағанымызда ең дәслеп кезлеменің сапасына айрықша ітібар береміз. Әйне осы кезлемелердің сапасын ітібарға алып, ерлер үшін костюм шалбарлар тігуді үрдіс еткен замаласларымыздың бірі Азамат Юсупов. Міне көріп тұрғаныңыз өзгеше дизайнда, өзгеше стильде әжайып бір киімлер жаратылған. Енді Азамат, міне сіз 18 жас уақытыңыздан бастап киім тігуменен шұғыланады екенсіз. Міне бұл кәсіпке сүйіспеншілігіңіз қалай басланған? Мен бұл кәсіпке сүйіспеншілігім ана кәсіп десе де болады. Анам 35 жылдық іс тәжірибесіне ие тігінші.
Демек, сіздің ұстазыңыз, ең дәсілеп, анаңыз. Енді киім тігудің де өзіне жараса, машақаты бар. Киім тігу үшін дәсілеп адам сабырлы болу керек. Жүдә бір сабырды талап етеді, бұған сабырлық һәм шеберлік, өзіне жараса қиыншылықтары бар кәсіптің де. Тігушінің алдына әр қилы мінез құлықтағы бұйыртпашылар келеді. Талғамы жүдә нәзік болуы мүмкін. Олардың талғамына сай стильдерді, яғни дизайнларды жаратуда ең дәсілеп не нәрселерге етібар бересіз? Дұрыс айтасыз, әрбір бұйыртпашының талғамына қарап жұмыс істеуге етібар еткенмін. Мәселен, өлшем алғанда да 1 санты, 2 санты деген үлкен ахметке ие болады бұлар. 1 санты қате өлшеп қойдың, сен ойлағандай костюм шықпайды. Бір костюм шалбарды тігу үшін 2-3 күн уақытымыз кетеді. Енді көбінесе қандай костюм шалбарларға талап бүгін күшлі? Бүгінгі күнде костюм шалбарларға талап той лебастары. Той смокингілері, әр түрлі дизайндағы той лебастары болып тұр қазіргі күнде костюм шалбарға талап. Енді бізге мәлім, бұрыллары ер жігітлер көбінесе тойғын реңдегі костюм шалбарларды киетін еді. Ал енді заманның ағымы менен реңлерде де әдеуір өзгеріс бар. Енді реңлерді таңлауда не нәрселерге етібар қаратасыз? Рең таңлауда бұйыртпашымыздың өзімен сәубетлескен қалда бой ұзын, келтелігі ойласып рең таңлаймыз. Тігушілік кәсібі хақында сөз еткенде, көпшілік бұл кәсіппенен тек қана хаял қызлар шұғыланады деп ойлайды. Негізінде де ер азаматларымыз да бұл кәсіптің хақиқи маманы болса болады екен. Бұл кәсіпте ер һәм әйел деп бөлінбесе керек деп ойлаймын өзім. Мен өзімді кәсібімді жақсы көремін, сүйсініп істеймін, маған ұнайды. Бірінші ұстазым Есен аға әскери киімдерді тігіп үйретіп, ұстазым рахмет, көп затларды үйретті. Кейін ала тәжірибе асырып, Ташкент қаласына барып, костюм шалбар үйреніп, жақында ғана Азамат Тайлор деп өзімнің жеке тігу цехымды аштым. Азамат, енді біздің ітібарымызды тартқан тикарғы нәрсе бұл жерде сіз тіккен костюмлар болды. Әлбетте, бұның өзі де сол инсанның өзінің туылып өскен еліне деген сүйіспеншілігі, мехір мұхаббаты деп білеміз. Ал сізің болса, міне таңлаған кәсібіңізден камал табуыңызға тілектілеспіз. Һәм қолларыңызға гүл бітсін дейміз.